Қайырлы таң, қадірлі көрермен. Ол қуыршаққа жан бітірген талант иесі. Жансыз зат арқылы көрерменнің көңілін табу қиынның қиыны. Қуыршақ театры бүтін бір әлем. Біздің елімізде осы бір өнер саласының керемет мектебі қалыптасқан. Қуыршақ театры дегенде алдымен есімізге Алтай мен Марал Тәуекеловтер түседі. Бүгін сенбілік таң бағдарламасы мемлекеттік қуыршақ театрының артистері Алтай мен Марал Тәуекеловтердің шаңырағында өзімізге белгілі де беймәлім өнердің қыр-сырымен танысатын боламыз. Сәлеметсіздер, сенбілік таң. Сәлеметсіздер. Рахмет. Сіздер шықсаңыздаршы. Жүріңіз, сіз қонақсыз. Алтай, Марал, енді дастархан басындағы ағайын туысқандармен өздеріңіз таныстырсаңыздар. Таныстырып өтейін, Ерболат аға, Гүл апай. Бұл кісілер театрдағы үлкен ағаларымыз бен апаларымыз. Гүл апай деп кеткенбіз, негізі шын аты Гүлжамиля. Жол көрсетер. Өнердегі жол көрсетер ағаларымыз бен апаларымыз. Осы кісілер біз жұмысқа келгенде құшақтарын жайып қарсы алған. Біз үлкенбіз деп үлкендігін көрсетіп, қыр көрсеткен емес, осы уақытқа дейін тек жол көрсетіп келе жатқан өнердегі апамыз бен ағамыз. Мына кісі Сәкен аға, менің қайнағам. Лизапай, мен өзім Лизапке деймін, қайнапкем. Үлкен ұлым Нұрбата, әріптесім Меруерт, балызым Айгерім, енді Марал өзінің жарым, кіші ұлым Нұрболат. Өнерге қалай келдіңіздер? Несімен қызықтырды? Алғашқы жол қалай басталды? Бір-біріңізді қалай таптыңыздар? Енді мен негізі Өзбекстанның Нүкіс қаласының қызымын. Әкем Қарақалпақстанның халық әртісі Зинел Пиязов деген кісі. Енді мен әкемнің жолын қуайын деген жоқпын, бірақ өзі өнер өз жолға салады екен. Бұл өнер киелі өнер дейді ғой. Мен негізі басында жаңағы юрист болғым келіп, сол мамандықты таңдағым келіп, сол жаңағы кәсіп таңдағым келіп, соның жолында көп жаңағы оқып біліп дегендей. Бірақ өнер жолы осы Ташкенттің өнер институтына алып келді. Семьямызда 5 қызбыз, 4-еуміз актриса. 4-еуміздің жұбайымызда актерлар. Міне сіңілдеріміз, інілеріміз бәрі театральныйды бітірген. Негізі семьямызда бір 25 актер бар, бір труппашы болсақ болады. Не деген ғажап. Мұндайды бірінші рет естіп отырмын. 5 қыз, 4 ұлмыз біз. Отбасында негізі. Марал 5 қыз деп отыр ғой, отбасында 4 ұл, 5 қыз. Енді 5 қыздың бәрі өнерде жүр. Иә. Оның балалары да сол ізбен келе жатыр. Күйеу балалар өнерлі. Ғажап. Жалпы осы театрдың ең басты адамы кім десек, әрине біз актерларды айтамыз. Сіздердің таңдарыңыз, сенбілік таңдарыңыз неден басталады? Бүгін енді бізді ерекше қарсы алып жатсыздар. Жалпы өздеріңіз нешеде тұрып, демалыс күндерді қалай өткізесіздер? Театрымыз қуыршақ театр болғаннан кейін, ол балалардың театр. Біз сенбі жексенбі күні сол үшін таңертең балаларға қойылым қоямыз. Сағат 11-де, 12:30-да әрдайым. Сол үшін бүгін сенбі күні қазір қонақ күтіп болғаннан кейін театрға барып, балаларға қойылым қойып қайтамыз десек те болады. Бізде сол енді бағана Алтай туралы айтпаппыз. Алтай осы Алматының Тумасы. Мен негізі бұрынғы оңтүстік Қазақстан, қазіргі Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Кемеровстал дейтін ауылдан шыққам. Әкем негізі мені жаңа милицейский школа дейді ғой, соған бергісі келген. Сөйтіп 94 жылы үлгере алмай қалдым мен оған, документ тапсырып. 95 жылы түсе алмай қалдым. Одан кейін осы жердегі ағамыз осы Алматыға алып келіп, осы қалаға пропискаға тұрғызып, милицейский школаға барасың деген деді. Мен өзім қашып кеттім де театральныйға бардым. Бармайым деп. Сол жерде
ұстазымыз Мұрат Абзелбаев көріп, бірді сен маған кел, сен бала деп шақырып алып, сол жерде Мұрат ағайдың қолынан оқып шықтым. Неліктен қуыршақ театры болды? Өте жиі, мысалы, актерлік бөлімге түсе алмай қалған жағдайда, орын болмай қалған жағдайда, жаңағы конкурсқа қатысатын кезде, енді балаларды алып қалады ғой. Сол кезде амал жоқ, енді кіретін мүмкіндік болмағаннан кейін қасындағы бөлімшеге кіріп кетеді. Сондай болған жоқ па? Жоқ. Негізі мынау Ресейдің актрисасы бар ғой, халық әртісі. Сол кісі Қуыршақ театрындағы қойылымды қойып болғаннан кейін, қойылым біткеннен кейін, мен өзімді осы уақытқа дейін халық әртісі санап жүріп едім. Мына Қуыршақ театрының спектаклін көріп болғаннан кейін мен өзімді әртіс санамай қалдым депті. Шынымен бұл Қуыршақ театрының әртістерінің еңбегі өте үлкен. Қазір біздің театрымызда Шыңғыс Айтматовтың «Ана жер ана» деген спектаклі бар. «Ана жүрегі» деген спектакліміз бар. Содан халық кәдімгідей жылап шығады. Солар айтады, біз Қуыршақ театрына келіп осындай қойылым көреміз деген ойлап келген жоқ едік, осылай көреміз деп. Бізде медея қойылымы бар. Керемет. Иә, сол қазір труппамыз жақсы, жақында гран-при алып келді ғой, сол «Ана жүрегімен» Ақтөбе қаласына барып. Енді Қырғызстанға «Ана жүрегімен» драма театрларының арасында, «Ана жер ана» мен драма театрларының арасындағы фестивальға өтіп тұрмыз. Соны Ғажап, осы орайда Марал, бұрын Қуыршақ театрының репертуарында біраз жылғы спектакльдер жылдан жылға қайталанып сөйтіп жүруші еді. Міндетті түрде Алдар көсе, сосын тағы да бірнеше спектакльдер. Репертуар ауыспайтындай болып тұратын. Бірақ соңғы жылдары шынында да басқа бір қадам жасап, репертуар толығып сөйтіп жатыр. Өздеріңіз әрине түрлі бейне болып ойнайсыздар, түрлі образдарға кіресіздер, әртүрлі кейіпкер боласыздар, солардың даусының нақышын келтіресіздер. Өздеріңізге қай образдар көбірек ұнайды? Театрда көбіне енді былай өмірде мінезім ұқсамаса да, бірақ өнерде түлкінің образын жақсы көрем. Өте жалпы ол өмірде өте қажет. Өнерде қажеттілігі бар екен, бірақ сол түлкінің образын жақсы сомдап шыған бәрі мақтайды. Түлкінің образы өте өмірде өзім түлкі емеспін дейсің. Бірақ өмірде ондай сол осы түлкінің образын жақсы көрем. Алтын балапанда да түлкінің образы, орыс ертегілерінде түлкінің образы дегендей. Бірақ сол енді біздің көрермендер, ол болашақ театрларымыздың көрермендері ғой. Біз соларды дайындаймыз. Сол үшін біз барымызды саламыз. Олар ертең біздің театрды көріп, ой, қызық емес екен деп кетсе, ертең үлкен театрға бармайды ғой, жаңағы өскенде. Сол үшін енді шынайы өнер біздің театрда деп ойлаймын. Осы сөзіңіздің жаны бар, Марал. Неге десеңіз, тірі кейіпкерді ойнау, яғни адамды ойнау, ол бір жағы. Оның үстіне сіздер дайындық барысы бар, жалпы беру тәсілі, мүмкіндігі көрерменге жеткізу, жансыз дүние арқылы көрерменнің көңілін табу, ол 2 есе, 3 есе қиын болар. Себебі эмоцияның барлығы бет әлпет, көзқарас арқылы көрінбейді ғой. Қимыл әрекет, әсіресе дауысты ойнату. Солай болар деп ойлаймын. Ал енді түлкіге келетін болсақ, өмірде әйелді қырықжанды деп бекер айтпайды ғой. Өмірде де осы сахнаға шығарып жүрген бейнелеріңнің өзіңе өмірде бір септескен тұстары бар ма екен? Осы тұста менің әрдайым жауап беретінім бар. Ол менің әріптесім Бауыржан деген баланың берген жауабы журналистерге. Бауыржанға сұрақ қойған ғой. Сен түлкінің, аюдың, қоянның, қасқырдың образдарын сомдағанда қалай сомдайсың, қалай дайындаласың десе, Бауыржан, әр адамның ішінде өзінің түлкісі бар, өзінің қояны бар, өзінің қасқыры бар. Бір кездер қолана қаламыз түлкі сияқты өмірде, бір кезде қорқа қаламыз қоян сияқты, бір кезде қасқыр сияқты айбат шегеміз. Сол точканы басып қаламда ойнай берем деп. Сол сияқты, сол әр адамның шынымен өз табиғатында болады ғой. Сол точканы басып қалып ойнай беретін сияқты. Керек кезде, иә, керек кезде. Сол нүктені басып қаламыз да ойнай береміз. Алтай, бүгінгі күні енді Қуыршақ театрына бармаған бала жоқ болар. Әрине, ол бір
бөлек бір әлем, ерекше әлем, беймәлім әлем. Бүгінгі күні Қуыршақ театрына балалардың қызығушылығы қандай? Қазір Қуыршақ театрында балалардың қызығушылығы өте жақсы, тамаша десек те болады. Бір көрген спектакльді, қойылымды қайтыстан келіп көргісі келетіндер балалар да бар. Біз оны өзімізде байқаймыз. Жаңағы келген кезде байқап қаламыз, залда отырғаның келесі күнде сол спектакль қайтыстан келіп отырады. Міне Ерболат ағаның өзі отырып, бір апамыз бар етін. Бір спектакльге баласын 7 рет алып келген. Ерболат аға айтады, ана апаны бір жақсы жерге отырғыз, болмаса бір сөйлесіп дейді ғой, сондай бір спектакль именно сол спектакльге келеді дейді. Қайда көрсе сол апамыз жаңағы немересін ертіп сол спектакльге келіп отырады. Қазіргі балалардың қызығушылығы өте тамаша, жақсы, келіп, көріп, ризашылығын білдіріп, мәз болып қайтады. Аға, өзіңіз қалай ойлайсыз? Бүгінгі күні театрларыңыздың технологиялық мүмкіндігінің барлығы жақсы ма? Заман өзгерген сайын сіздер де содан қалыс қалмай алға ұмтылуларыңыз керек сіздер ғой. Бұл сұраққа жаңа айтып жатырмыз осы Қуыршақ театры деп. Осы Қуыршақ театры бізге осы Асанәлі ағамыз өзінің кішкентай баласымен 4 жасынан бастап осы 4-ші классқа барғанға дейін күнде каждый сенбі жексенбіде келіп тұратын. Енді қазір ойлаймын, осы Асанәлі ағаның баласы үлкейіп кетті ме, соңғы кезде келген жоқ. Біз енді осы Қуыршақ театры балаларға жаңа айтып жатсыздар, біз тәлім-тәрбиені әлі береміз. Осы жақсы қойылымдар қоямыз. Біздің көрермендеріміз осы уақытқа дейін өте көп. Тамаша, бүгінгі күні ғаламтормен бәсекеге түсетіндей мүмкіндік бар ма? Туа салған балалардың барлығының қолында бір смартфон, ұялы телефон, саусақпен 1 жасқа толмай жатып, бұлар қарайтындарын қарап алады. Енді рас, осы басында болғанда бізде жаңа айтып кеттік қой, сағат 11-де қазақша болады, 12-жарымда орысша болады. Осы 11-де ең бірінші бастап келгенде бізде 5 адам, 10 адамнан артық адам келмейтін. Қазір Құдайға шүкір, уже 50 адам, 100 адам, 150 адамға дейін болып кетіп жатыр. Мен ойлаймын, мына Қуыршақ театры қызықтырып балаларды, сол өздеріміздің өнерімізбенен балаларды өзімізге тартып жатыр деп ойлаймын. Баурап жатсыздар. Қуыршақ театрының жаңа дәуірі басталды деп айтуымызға болады. Қуыршақ театры ешқандай интернет бәрі баланың ой санасын Қуыршақ театрындай баурай алмайды деп ойлаймын. Өйткені Қуыршақты көрген бала ол өздері сол үйге барып қойылымдарын қойып ойнап жатады дейді мысалы. Ата-аналар айтады. Ал интернетті көргеннен кейін балалар оны қайталап оны қоймайды. Үйлеріне барып жаңа ширма қойып алып, жаңа айтып жатады мысалы, кейбір ата-аналар келгенде. Мына ширмаларын қойып алып, қуыршағын ойнатып, жаңағы өздері қуыршақ жасап алып, соны ойнатады дейді. Ол өйткені оның санасын, жаңағы ойын, іс-әрекетін баулап алған деген сөз деп. Ал интернет бәрі балаларды ол ешқандай дамытпайды ештеңеменен. Ой өрісін. Осы орайда шын мәнінде Қазақстан бойынша бізде Қуыршақ театры тек қана Алматы қаласында ма? Жоқ. 8 театр. мемлекеттік Астанада бар. Астанада, Шымкентте. Ең жасы үлкен, ең ішіндегі жаңағы академиялық мысалы ауыз театры мысалы айтамыз ғой. Әкем театры. Ол біздің театр мысалы биыл 84-ші маусымда аштық. Ойлап қараңыз, сонау жылдан бері ол театрды жаңа құрдымға жібермей алып келе жатып, енді сонау 100-ші жылға аяқ басқанда енді құрдымға ешкім жібермейді деп ойлаймын. Оның шығар биігі де қазіргі технология дейміз. Сол технологияның өзін мысалы жаңағы неше түрлі жаңағы телефоннан көріп атады, нетіп атады, бірақ жаңа өзің қолыңмен жасап шығарған қуыршаққа ештеңе жетпейді. Яғни жаңа ойнатудың өзі жаңа мына мысалы Марал, мына Алтай, осы балалар мінекей келгенде жап-жас кішкентай балалар еді, қазір қуыршақтың құлағында ойнайды осы мінекей. Қуыршақты жаңағы сөйлету, түлкіні болсын. Міне мысалы жаңа Марал ана жер ана деп отырмын, солдағы толғанайды қазір ойнап отырған актрисамыз мысалы. Өздерінің бір алған биік белесі өте зор. Өте керемет екен, мен білмедім. Енді осы арнап театрдағы ана жер ана спектаклін көруге міндетті түрде келем деп ойлаймын. Немерелерімді ертіп, жалпы отбасыммен келгім келіп отыр. Дұрыс келіңіз. Қызығып отырмын. Әуезов театрының, драма театрларының актрисалары, міне енді Риза Тюздың актрисалары, солар келіп
тек олардың бір енді жаңашылық қуыршақ қой ол жерде жұмыс істеп жатқан. Сонда қуыршаққа қарап қатып қалыппыз дейді. Сол ана қуыршақ қалай жұмыс істеп жатырғанына, қуыршақтың эмоцияны бергеніне бізге өте қызықты болды дейді да. Соған Лиза, осы орайда қуыршақтан үйренерің бар ма? Енді шын мәніне келсек, қуыршақ театрының еңбегі өте үлкен. Өйткені біз сахнада жүргенде тек қана бір образ алусын өзіміз шығамыз, солай емес пе? Ал бұларда өзі ойнайды, оның үстіне қуыршақты жан кіргізеді соған. Мысалы соған мына келіп отқан көрерменді сендіре білу керек. Бұлар қуыршақпен жұмыс істеу бір үлкен еңбек. Мен бұлардың еңбегін өте бағалағым келеді, өйткені мен өз көзіммен көріп жүрмін. Таңның атысы, күннің батысы дейді ғой. Осы театрдан шықпай, осы балалардың, кішкентай балалардың көңілінен шығайық. Осы болашағымыз біздің деп, соларды дұрыс тәрбиелейік деп, осылардың еңбегін мен өте жоғары бағалағым келеді. Өйткені қуыршаққа жан бітіріп, оны ойнату ол үлкен еңбек. Қиынның қиыны. Бұлар тұрып та, жүгіріп те, тізерлеп те, кей кезде болады, жаңа өзім туған сіңілім Марал айтып отыр ғой. Кейде бір келді, көзіне мынандай жоғарыдан қарап жатқанда лампочка, жанып тұрған лампочка жарылып кетеді, көзіне түседі. А ол зрительге айтпайды ғой, келіп отқан көрерменге айта алмайды. Менің көзіме сол күйі сол қойылымды ойнап шықты. Ертесіне барып, көзіндегі қиығын алып, операция жасапты. Мысалы, бұл үлкен еңбек. Ол жерде тастап кете алмайды. Өйткені ол ширманың артында. Ол көрермен отыр ғой. Қуыршақ ойнап тұр. Ар жағындағы жағдайды ешкім білмейді. Қалай болып жатқанын, оның тірлігі қандай екен көрермен білмейді. Енді Алтай, өздеріңіз Марал екеуіңіз қуыршақ жасайсыздар ма? Соған араласасыздар ғой. Жетілдіру үшін болмаса. Негізі бізде жаңаға қуыршақ факультетін бітірдім ғой, қуыршақ мамандығын. Бізде қуыршақ жасау сабағы бар. Ол сабақта үйренгеніміз бар. Бірақ бұл қуыршақ жасау қиынның қиыны. Бұл қуыршақтың аузын, технологиясын, көзін, бір қуыршақтар құлағы, мұрны қимылдайтын қуыршақтар бар. Оның бәрін жасау бұл үлкен шебердің жұмысы деймін. Енді қуыршақ жасау қолымыздан келеді-ау деп өтірік айта алмаймыз. Енді сіздер мысалы қанша жыл қуыршақты ойнатып келгеннен кейін сол өздеріңіз соны сөйлетіп ойнатқаннан кейін соның бір энергетикасын сезесіздер ме? Кейін уақыт өте келе, мысалы түлкі боласыз дедіңіз ғой, иә? Оны қанша жыл ойнатып келіп, кейін басқа біреу оны ойнатқан кезде энергетикасы бөлек бола ма, жоқ па? Соның әсері бар ма, әлде бұл тылсым дүние ма? Бұл негізі жаңағы тылсым дүние деп жатсыз ғой, сөзіңіздің жаны бар. Астана қаласының жаңа қуыршақ театрының директоры Құралай Ешмұратова Халекетовна апайымызды бәрі білетін шығар, осы қуыршақ театрының анасы дейміз ғой. Сол Астанаға барып қуыршақ театрын ашты. Осы біздің қуыршақ театрымыздың жаңағы оның директоры Тоғжан, менің сыныптасым. Сол кісінің қызы, директор. Сол Құралай Халекетовнаның сөзі бар. Мына қуыршақ бір күні бір қимыл жасайды, өзің ертеңіне жасай алмайсың. Сол шынымен мен сол кісі айтып, ертегі айтып отыр ма деген сондай ойға келгем, бірақ сол шынымен өзімнің басымнан өтті. Қойылым болып жатыр, Каштанка қойылымы. Қазды ойнатам, Иван Ивановичті. Сонымен енді ана эмоцияға беріліп кеткеніміз ғой, ана Иван Иванович деген енді народный артист, енді қаз білесіз ғой, Каштанкада енді ана цирктің актері ол қаз. Сонымен эмоцияға беріліп кетіп ойнап жатсам, ана қаз күшті бір движение жасап жіберді, шынымен бір қимыл, іс әрекет. Күшті кетті осы жер дедім, өзім ұстап тұрмайды бесе. Ертеңіне істейін десем, соны істей алмаймын. Ана қуыршақтың өзі істеген сияқты болды да, бұлай істеп көрейік Алтай қанатын ұстайды. Бізде бір қуыршақты 3-4 адам ұстайтын қуыршақтар бар ғой. Кеше бір басын бір күшті қылып істеген едім, сол істемей қойды шынымен. Сол ана қуыршақ өзіне де ана ойнап жатқанда өзіне жамытып кеткен сияқты да, бір айтсаң ертегі сияқты артистер қуып кетті ма деген сияқты. Шынымен сондай моменттер болады шынымен. Ал енді қараңыздаршы, мысалы қуыршақ театрының актері, актрисасы болу үшін артық салмақта болмау керек қой. Ана жерде кішкентай жерде 3-4 адам бір қуыршақты ойнатып жатса, сыйып жатасыздар ма? Енді алысқа бармай қойық, Аққу жібек деген спектакль экранның артында Гүл апайымыз жерге жатады ұзыннан, қолында 2 аққу.
сонымен анау теңге түсіп қалмау керек қой, теневой. Жат ойнаймыз. Көлеңке болмау керек. Көлеңке болмау керек. Көлеңке Тек түспеу анау екі аққудың көлеңкесінде жерде жатыр созылып. Ана жерден бір 20 актер әскер болып өтеді. Бекежан мен Төлегеннің әскерлері бұл. Бекежан иесі болып әскер. Гүлапайдың басын таптап тұрып өтіп кеткен кездер болды. Ойбай бас, ойбай шашым, ойбай басым, ойбай шашым. Мен Гүлапай. Онда да айғайлай алмайсыз, сыбырлайсыз. Жатыр сол жерде, иә, бір жағында. Қолдарында бір майза. Майзамыз бар. Үйреп қояды. Сонымен бізде, иә, сол үлкен кіші демейді сол. Мен сол қуыршақ. Қадірменді көрермендер, көріп жатсыздар ғой, міне қанша қызық болып жатыр Қуыршақ театрында. Осының барлығын біз шын мәнінде де беймәлім өнер екенін айта кетуіміз керек. Қанша білсек те. Алтай, енді негізі Қуыршақ театрының спектакльдері балаларға арналған деп жатамыз. Ал енді үлкендерге арналған спектакльдер бар ма? Бар. Қазір бізде ана жүрегі, мен деп ойлап, қазір Мұқағали Мақатаевтың жаңа поэзиялық кешінен арналған мен деп ойлайтын спектакль бар. Ана жер, ана Шыңғыс Айтматовтың Еврипидтің Медеясы ойналып жатыр қазір. Енді жақын арада Ромео Джульетта қойылайын деп жатыр. Тағы айта кетерім, мен деп ойла деген қойылым Мұқағали Мақатаевтың шығармашылығы туралы. Оның режиссері Марал. Ол негізі режиссерлік мамандық бітірген жоқ, бірақ енді өздері сондай, енді жаңағы бұл театрға жаңа өзгерісті әкеліп жатқан осы театрдың қазіргі директоры Талғат Қамқабаевич. Сол осы театрға бір жаңағы жаңа леп әкеліп жатыр. Тек қана балалар емес, осы жастар да көрсін, үлкендер де көрсін деген бір жаңалық алып келді да, сол өте жақсы болды. Қазіргі қойылымда кешкі қойылым бар. Қуыршақ театрында бұрын тек қана күндіз ғана 11-12 жарым сондайда қойылады да, одан кейін олар өздерінің жаңа қуыршақтарымен, күнделікті дайындықтарымен дайындалатын еді. Ал қазіргі кезде сағат 6:30-да Қуыршақ театрында ана жер ана, қандай жақсы. мен деп ойла, Медея, енді міне тағы бір жаңалық Ромео Джульетта болатын болса, сонда Қуыршақ театрының алдында жастар тола қазір. Мен өзім күнделікті енді бір жаңағы өзіміздің қойылым болмағанда қолын істегенде кешке балалармен барып көреміз. Сонда мен айтамын ғой, біздің көрермендерді сіздер алып кеткен жоқсыздар ма? Яғни Қуыршақ театрының көрермендер залы толмай тұрмайды, солай ма? Әлемге әйгілі Образцов театрын әрине сіздер жақсы білесіздер. Көп жастарымыз біле қоймас. Жалпы кей кездері мен ойлаймын, бүгінгі күні біздің Қуыршақ театрының елімізде керемет мектебі қалыптасқан. Біз сол деңгейге көтеруіміз керек. Образцов театры сияқты. Оған мүмкіндік бар ма жалпы? Мемлекеттен қолдау керек бәлде? Енді мүмкіндік бар, әртістер бар, Құдайға шүкір. Бізді бастап жүрген көшбасшымыз Есенәлиев Талғат бар. Енді әрине үкіметтен қолдау болып жатса, бірақ қолдап та жатыр, рахмет. Енді одан ары тағы да қолдап, мысалы жаңағы Әуезов театрларының деңгейіндегі қолдаулар болса, біздің Қуыршақ театры үлкен белестерге шығып, Образцов театрын жолда тастап кетеміз. Енді шетелдегі фестивальдарға неге қатыспайсыздар? Неге Қазір біздің театр Душанбеде халықаралық фестивальда жүр. Біздің болған жерлеріміз Японияда болдық, Молдовияда болдық, Татарстанда болдық, Прагада болдық, Түркияда өткен жылы 2 рет болдық, Болгарияда болдық. Ресейде болдық. Иә. Бұлар қалыспай келе жатыр. Москвада болдық. Алтай, Марал, сіздерді киноға түсуге шақырмай ма? Шақырады мен қазір келесі аптадан бастап Құдай қаласа тағы бір киноға неғып отырмын. Өтіп отырсыз. Енді Кімді ойнайсыз? әлі несін айтқан жоқ. Кейіпкерлер енді көбіне енді түскенің көбісі енді следователь, мынау тергеуші. Қуыршаққа қатысы жоқ. Жоқ, өзі тергеуші бола алмай қалды ғой. Тергеуші болып жүрміз. Яғни Алтай, арманның барлығы орындалып жатыр, иә? Орындалып жатыр. Енді өмірде болмағанды кинода болып жатыр. Ал енді Маралға келсе киноға түспейді. Өйткені оның театрдан қолы тимейді да. Кешке дейін театрдың жұмысымен айналысады.
сондықтан киноға көп бара бермейді. Ал енді кішкене Алтай жаңағы киноға түсіп біраз кішкене өзіне тәрбие жинап жатыр осы ой. Құралай апамыз театрға жиі келе ме? Сіздер қуана қарсы алатын шығарсыздар? Әрине, міне өткен айда ғана Құралай апайымыз өзінің труппасымен келіп, мәңгілік бала бейне деген қойылымын қойып кетті. Ол кісінің өзі қойған екен өте жақсы спектакль. Енді білесіз ғой, мәңгілік бала бейне соны қуыршақ образында сомдап, көрермендер өте риза болып кетті. Жазда өзінің фестивалі болды. Құралай атындағы фестиваль. Соған бардық біздер Қаңбақшалменен. Өте жақсы, биік деңгейде, жоғары деңгейде өткізді. Сенбілік таң отбасыңызға тек қана жақсылық әкелсін. Сіздермен бірге Қарагөз Сүлейменова. Қалай таныстыңыздар? 2000 жылы осы Қуыршақ театрына жұмысқа келдік. Сонда жұмыс істеп жүріп, Маугли спектаклі болды. Сол кезде мен Мауглиді ойнадым. Сол кезде Марал астында қыздар болып билеп жүретін. Сол кезде шашынан тиісіп, етіп, шұқылап, ойнап жүріп. Қалай бір-бірімізді жақсы көріп қалғанымызды білмей қалдық сол. Сөйтіп 2001 жылы үйлендік. Екеуміз. Міне екеумізді міне. Ол да осы қуыршақтардың арқасында. Екі ұлымыз бар, осы қуыршақтай. Енді олардың көңілін табу сіздерге қиындыққа соқпаған болар, себебі бәрі қолдарыңызда ғой, мүмкіндіктің барлығы. Қиялын ояту баланың. Етікші етікке жармайды дейді ғой. Театрда сол кішкентай көрермендеріміздің көңілін көтеріп, спектакльді барымызды, бар энергиямызды, бар өнерімізді салып, үйге шаршап келеміз. Әйтеуір бірақ көрсеткіміз келмейді. Сонымен осыларға көңіл аудару үшін сабақтарыңды орындадыңдар ма? Тамақтарың тоқ па? Солға өмір болғаннан кейін бәріміздің сол. Кез келген ата-ана осымен айналысады ғой енді. Жалпы достық дегенді қалай түсінесіздер? Досымыз көп, өнерде де, өмірде де араласатын, не соның бірі Меруерт. Осы театрда да, өмірде де жаңағы доспыз. Сырласпыз. Меруерт, осы отбасы туралы не айтар едің? Театрдан басталды достығымыз. Театрдан дос болдық, сырлас болдық, әлі де араласып келеміз. Болашақта да араласа береміз деп ойлаймыз. Театрдың арқасында жалпы екі адамды бір-біріне дос қылатын, бір-бірінің энергетикасы деп ойлаймын. Өзіңіз айтып кеттіңіз ғой, энергетика адамды бір-біріне тартады. Мен өзім Маралдан әрқашанда білмегенімді сұрап тұрам, звондап тұрам. Марал мынаны қалай істесем болады? Сахнада да, өмірде де Маралдан орысша айтқанда совет дейді ғой. Совет алып. Кеңес сұрайсыз. Иә, кеңес сұрап тұрам. Алтай, қазақ былай дейді. Ақылды үйрен дейді. Ақылды үйрен алмасаң, ақылды әйеліге үйлен дегенде сөз бар. Осымен келісесің бе? Әйелің ақылды келіншек пе деймін? Енді әрине ақылды. Кейбір кезде бұл Өте ақылды болып кетеді. бірдеңе істейтін болса, бұл жалғыз өзі не қылмайды. Алтай мына қалай істесек болады. Енді менің де қателіктерім болады, бұның да қателіктері болады, бірақ та соны екеуміз қосылып бір шешімін табамыз. Екі жақтан жүріп. Мысалы, бір бас емес, екі бас қосылғанда жақсы дейді ғой. Сол сияқты екеуміз нені шешекті бірге ойланып, бірге шешеміз. Ақылдасып, қалай болады деп, кейбір кезде бұл менен сұрайды, мен одан сұраймын. Шай десетін кездеріңіз бола ма? Ондай енді мен жасырмаймын, көп болмайды. Алтайдың мінезі өте жақсы. Жайлы. Жайлы азамат па? Үндемей құтылып кетеді. Әлгі үндемесең үйдей пәледен құтыласың деген ғой Алтай. Сол сияқты үндемей. Иә. Қалжыңдай көрсеңдер, сыбырласып жүрсесіңдер. Жоқ, шынымен міне, Гүл апай мен Ерболат ағай бір театрда істейді. Осы кісілердің бір театрда бір-бірін бір әй деп ұрысып бір жаңағы нелерін көрген жоқпыз. Осыларға қарап енді осыларға қарап өсіп келе жатқан шығармыз енді үлгі алып. Бұл кісілер үлгі болып отыр ғой. Иә, үлгі болып отыр шынымен. Тұрмысқа шыққанда, тойымызға кетіп бара жатқанда вокзалда билеп, әндетіп тұрып шығарып салды. Өз қолдарынан жаңағы ұзатып дейді ғой сол.
арал мен алтай әлгі загске тұрғанда ең бірінші загске тұра сала біздің үйге келген қолдарының қағаздарын Иә. загске тұрдық. Соның барлығы қандай тамаша естелік, себебі айтулы күндері Айтулы күндері Иә. біздің үйге келді. Иә. Сол осы көктем айы әлесінде айттың уақыты болатын. Мен осы дастархан жайып нетіп қойғам. Ойлаған жоқпын бұлар келеді деп. Екеуі кіріп келді, ой шайға кіріңдер деп айт қабыл болсын. Міне біздер жаңағы неке қағазын алып келдік дегенде мен айттым, то прямо өзің адам толқып кетеді екен сол кезде. Екеуі сондай бір-біріне жарасып тұратын, сондай әдемі жарасып міне осы уақытқа дейін жүр. Және біз Алтай екеуміздің бір келісім шартымыз бар. Біз театрдың ішіне кіргеннен кейін біз әріптеспіз. Ал енді театрдан шыққаннан кейін біз ерлі-зайыптымыз. отбасымыз, иә. Біз бір-біріміздің жұмысымызға кедергі жасамаймыз, ерлі-зайыптылар сияқты. Жаңағы неше түрлі енді ол жерде костюмдар болады, нелер болады. Сен мынаны киме, сен мынау қысқа екен, мынау ұзын екен, мына жер ашық екен деген әңгіме жоқ. Ол өнер болғаннан кейін сол оның бәрі болады ғой. Сол үшін соның бәрін келісім шартқа отырып Алтай, өзің әдемі келіншегіңді қызғанатын тұстарың бола ма? Әрине болады. Міне шындығын айтты. Ол қай еркек болса да ол әйелін қызғанады өзінің жарын. Басқа бір азаматпен билеуге рұқсат етесің бе, жоқ па? Рұқсат етемін? Онда дұрыс екен. Қазақтың салт дәстүрін ұстанады ғой біздің еліміздегі отбасының көпшілігі. Бірақ дегенмен балаларыңыздың өсіп келе жатқан ұрпағыңыздың бір психологиясындағы өзгерістерді байқайсыздар ма, жоқ па? Қаншалықты ата-ана бүгінгі күні дұрыс жолға салып келе жатса да орта бұзып жатады. Осыдан қалай құтылуға болады? Мен үлкен ұлым, жаңа өз сияқты ұстамды достары бар. Ал кейбір балалар қарап отырсам айқайлап, боқтап не жүреді. Ондай кезде жай шетке шығып кетіп қалады. Яғни ақылды бала болып тұр. Сен өзің ата-анаң туралы не айтар едің? Ата-анам өздерін кейде қателесіп жатам, осы жолға түссем қалай болады сұрап жатам. Өз ойларын айтып, маған бәр ақылдарын үйретіп, өз ойларын маған жеткізіп, дұрыс жолға салып, мені қайсым болады? Дұрыс жолға салады сен. Жолға салады. Яғни сен ата-анаңды тыңдайтын баласың. Иә. Өте жақсы, тамаша. Егер де сіздер артист болмағанда кім болар едіңіздер? Енді бағана айттық қой, мен шынымен кішкентайымнан біреулер айтады ғой, кішкентайымнан өнер жолын қаладым, актер болғым келді деп. Мен кішкентайымнан юрист болғым келген. Заңгер болғым келген. Мүмкін шынымен оқа түсіп кетсем жақсы заңгер болар ма едім деп ойлаймын. Мен де кей кездерді солай ойлаймын. Менен мықты сот шығар еді. Үкім шығарып отыратын. Бірақ актер болғанда жақсы екен, ойлаған врач та боласың, заңгер де боласың, мұғалім де боласың. Бұл актерлық жаңағы сол ғой профессия. Бәрі бола бересің. Мен өзім сол милицейский школаға түсіп кеткенде қазір вообще басқа жақта жүрмедім. Үйленбес едік екеуміз. Осы бір мамандықтың табығандай. Не берді осы мамандық сіздерге? Қалай байытты сіздердің ішкі жан дүниеңізді? Бұл мамандық негізі киелі мамандық қой. Актер бола білу, бұл себебі білесіздер, енді ғұлама үлкен актерлардың барлығы үлкен өмірдегі тарихи адамдардың рөлдерін сомдайды. Сол адамдардың ішкі жан дүниесін көрсетеді сол кезде болған. Өзіміздің Абай атамыздың рөлін сомдаған қанша актерлар бар. Біржан Сал актер, жаңағы атамыздың рөлін сомдаған актерлар бар. Олардың ішіне кіріп, сол жан дүниесін беріп, сол ойлаймын, актерларды да сол жаңағы киелі адамдар деп ойлаймын. Себебі сондай бір сол адамдардың рөлін сомдағаннан кейін, сол адамдардың образын ойнағаннан кейін, ондай адамдар жаман болмайды өмірде деп ойлаймын. Сол үшін біз негізі актерлар мынау адамдарға өнердегі барша адамдар, өмірдегі адамдарды жаңағы сабақ алады ғой солардан. Отырып тұрысы,
Алтай, өзіңіз өмірде қай сәттерден сабақ түйесіз? Өмірде мен өзім Өзіңе өмірде қатты әсер еткен бір уақиға болды ма? енді анау айтқандай қатты уақиғалар нелер болған жоқ. Күнделікті сол жұмыс, барыс, келіс, рөлімізді ойнау, дайындалу. Кейбір кездерде үйге келіп жаңағы рөліміз шықпай жатса, жаттап бірдеңе істеп жатсам, Марал келіп, мұнан былай істе деп әйтеуір сондай уақыттар көбінесе. Не берді осы мамандық сіздерге? Қалай байытты сіздердің ішкі жан дүниеңізді? Бұл мамандық негізі киелі мамандық қой. Актер бола білу, бұл себебі білесіздер, енді ғұлама үлкен актерлардың барлығы үлкен өмірдегі тарихи адамдардың рөлдерін сомдайды. Сол адамдардың ішкі жан дүниесін көрсетеді сол кезде болған. Өзіміздің Абай атамыздың рөлін сомдаған қанша актерлар бар. Біржан Сал актер, жаңағы атамыздың рөлін сомдаған актерлар бар. Олардың ішіне кіріп, сол жан дүниесін беріп, сол ойлаймын, актерларды да сол жаңағы киелі адамдар деп ойлаймын. Себебі сондай бір сол адамдардың рөлін сомдағаннан кейін, сол адамдардың образын ойнағаннан кейін, ондай адамдар жаман болмайды өмірде деп ойлаймын. Сол үшін біз негізі актерлар мынау адамдарға өнердегі барша адамдар, өмірдегі адамдарды жаңағы сабақ алады ғой солардан. Үйренеді. Отырып тұрысы, иә. Жалпы жас кезде пір тұтқан бір адамың бар болар? Мен бұл жаңағы өнерге келген себебім, ең бірінші біз 96 жылы үйге жаңағы Тұңғышбайға келді. Сол кісіге қарап отырып, театральныйға қашып кеткенде сол кісіден басталды негізі. Арман қиял сол кезеңнен басталды. Сол кезден басталды. Сол 95-96 жылдар, сол 2 жыл бойы бұл кісілер отырардың күйреуі дейтін киноны түсіріп, қайта сол Шымкентке барған кезде үйге кіріп кететін. Сол кезде ойдың барлығы 180 градусқа бұрылғанда сол ғой. Сөйтіп милицейский тастап, сол театральныйға қашып кеткем. Сол жаққа барам, бітті, соны оқимын деп. Содан басталды. Сол Тұңғышбайға себепші сол кісі болды ғой, былай айтқанда. Осы отбасы туралы біраз жылдан бері доссыз, бір жағынан ұстаздықтарыңыз да бар. Осы отбасы туралы не айтар едіңіздер? Бұл отбасы туралы тіпті кітап жазса да болады. Жаста болса бас дейді. Маралда Алтайда, Құдайға шүкір, осы біздің театрымыздың белді әртістері екеуінің осы қол ұстасып өнер майданында ат салысып, бүкіл театрдың жаңағы ыстық суығына көніп, қазір неге екі балаларын жаңағы қазір айтамыз ғой, біздер кезінде айтатынбыз, анау үйдің телефоны болғанда үйдің телефонымен тәрбиеледік балаларымызды. Бұлардың қолында жаңа бір телефон, тамағыңды іштің бе, сабағыңды жасадың ба деп балаларын тәрбиелеп, Құдайға шүкір, алтын асықта екі ұлдарын мысалы тәрбиелеп отыр. Маралдың өзінің театрдағы шыққан белесі қазір мысалы өте зор, мысалы режиссерлық тұрғыдан да кішкене қазір өзін тырнақ алды, жаңағы айтып жатырмыз ғой, Мұқағали Мақатаевтың поэзиясына қойылым қойды. Одан қала берсе қазіргі өзінен кейінге келіп жатқан жастарға қуыршақ сабағынан сабақ береді, балаларды үйретіп жатыр. Отбасында да сондай жаңағы осы балалардың тәлім тәрбиесін жақсы беріп, болашақта бұлардың үлкен ата, әже атануына мен толықтай сенемін. Босағаңыздан құт береке кетпесін. Бүгін сенбілік таң бағдарламасы Алтай мен Марал Тәуекелевтердің шаңырағында. Қуыршақ театрының актерларының шаңырағына келгеннен кейін қуыршақтың ойынын көргіміз келіп отыр. Ой айналайын қара көз, мынау Алтай мен Маралдың шаңырағына келіп қалыпсың. Мен анау Роза апаңмын ғой, таныдың ба? Рахмет, апа. Халқымыз аман болсын, елбасымыз аман болсын, еліміз, жеріміз аман болсын деп айтатын еді ғой Роза апамыз. Ақ патшамыз аман болсын дейді. Екінші қуыршақ кім?
Ол айналайын Ғарифолла атам ғой. Танымай қалдыңыз ба? Сәлем бердік ата. Сәлеміңізді қабыл алдық. Ал, мына кісілер қайдан кеп қалды? Көрмеген көп болған адамдарым ғой бұл жерде тұрғандар. Отбасыңызға қонаққа келдік. Солай ма? Рахмет сендерге. Рахмет. Әлгі анау театрымызға да келіп тұрыңыздар. Иә, біз күтеміз. Музыкалық сәлем жолдасаңыздар бізге. Олай болса, Роза апамыздың сүйікті әнін айтайық. Платок тонет и не тонет, потихонечку плывет. Милый любит или не любит, только времечко ведет. Ах, Самара, городок, беспокойная я, беспокойная я, успокой ты меня. Сенбілік таң бағдарламасына сіздерге естелік. Рахмет. Керемет. Бойында арыстан, өзіңмен таныстан, жайнаған гүлдей құрбым сен, жағада тұрдың сен. Жазды көркіңде, қайдасың бұл күнде, сен іздеп арманым, сыр бойын шарладым. Сен іздеп арманым, сыр бойын шарладым. Янымда бір бақыт, тұрғандай тіл қатып, тоныңда қарап ойланып, әндеттім жай ғана. Жазды күлкіңде, қайдасың бұл күнде, сен іздеп арманым, сыр бойын шарладым. Сен іздеп арманым, сыр бойын шарладым. Кетеме осылай, әніміз қосылмай, тоныңда қарап ойланам, әндеттім жай ғана. Жазды күлкіңде, қайдасың бұл күнде, сен іздеп арманым, сыр бойын шарладым. Сен іздеп арманым, сыр бойын шарладым. Рахмет. Өнер шыдам мен шынайылық бар жерде өркендейтін кие. Сол киелі тұғырларыңыздан түспеңіздер. Өнердегі, өмірдегі жарастықтарыңыз ұзағынан болғай. Сіздерге көптен көп рахмет. Сіздерге де рахмет. Қадірменді көрермен, бүгін сенбілік таң бағдарламасы тамаша артистер Алтай мен Марал Тәуекелевтердің отбасында өтті. Олардың риясыз шынайы әңгімесінің куәсі болдыңыздар. Бүгінгі әңгімеміз осымен тәмам. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.